Түркістан көшелерінде бұрынғыдай ережені бұзып жүре алмайсыз. Автобус жолағына шығып, я болмаса қызыл сызықтан өтіп, немесе жылдамдықты асырып жүру деген болмайды. Өйткені көшелерге камера қойылған. Сергек деген құрылғы сарт еткізіп түсіре салады. Сергекке түстім дегеніңіз біттім дей беріңіз. Себебі автоматты түрде орталыққа келіп түсіп, одан кейін сіздің ұялы телефоныңызға тіркелсе, ұялы телефоныңызға SMS хабарлама арқылы, немесе мекен жайыңызға пошта арқылы жіберілетін болады. Бүгінде қаланың орталық көшелеріне 10 камера пилотты режимде іске қосылды. Тіпті 5 қаңтардан бастап ережені елемегендерге айыппұл салынып жатыр. Егер оны бір апта ішінде төлесеңіз, онда жарты төлей алады. Мынау жылдамдықты асыру бойынша 5 айлық есеп көрсеткіш, соны жарты төлей алады. Егер де одан көбейіп кетсе, екінші бөлім болса, онда 10 айлық көрсеткіш төлейді. Мына ескертіп өтемін, жылдың басынан бастап біздің есеп көрсеткіш 2017 деген құрап отыр қазір. Қосылғанына санаулы күн болса да, сергек өз тиімділігін көрсетіп үлгерді дейді мамандар. Алдағы уақытта тәртіпсіздікті тіркейтін бұндай камералар саны 100 есе көбейеді. Жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асады. Қазір 10, бірақ 20 наурызға дейін шамамен 1000 камераны қою жоспарланып отыр. 20 наурызға дейін. Ол бойынша тиісті Түркістан облысы әкімдігі тарапынан жұмыстар атқарылып жатыр. Қондырғы облыстың 7 ірі аудан қаласында жол қиылыстары мен желілік учаскелерге орнатылады. Олар көлік қозғалысын бақылап, заң бұзушылықтарды тіркейді. Сондықтан мамандар жылдамдықты асырмай жол жүру ережелерін қатаң сақтауды ескертеді. Жандос Асемір, Әділбек Сұлтанған, Түркістан.